Тәулік бойы қозғалыста, ал оның бір сәтке де тоқтамау үшін бас мұнай-газ станциясында жүздеген технологиялық процесс қатар жүреді. Сол процестің әр параметрін бақылап, әр шешімнің дәл уақытында қабылдануына жауапты мамандардың бірі оператор. Солардың бірі Қазтрансойл акционерлік қоғамы Шымкент мұнай құбыры басқармасына қарасты Шымкент бас мұнай-газ станциясының операторы Азибай Бектібаев. Ол компаниядағы еңбек жолын 2010 жылы бақылау өлшеу аспаптары және автоматика жөніндегі слесарь болып бастап, түрлі өндірістік сатылардан өтті. Бүгінде 16 жылдық тәжірибесі бар білікті оператор ретінде мұнай айдау процесінің қауіпсіз әрі үздіксіз жүруіне жауап береді. Оператордың негізгі міндеті неде? Технологиялық процесстерді бақылаудан және ауысымдық ақпаратты қабылдаудан басталады. Және де SCADA жүйесі арқылы технологиялық процесстерді толық қарап шығамыз. Ауысымды қабылдағаннан кейін ең алдымен қандай жұмыстарды атқарасыз? Алдыңғы оператордан мұнай айдау режимін, сорғылардың, резервуарлардың сол сәттегі жағдайымен толық танысу. Жабдықтың жұмысында қандайда бір ауытқу байқалса, қандай тәртіппен әрекет етесіз? Біз дереу сол жұмыс істеп тұрған агрегатты тоқтатып, резервте тұрған агрегатқа өтеміз, ауысамыз. Нұсқаулық бойынша әрекетіміз жасаймыз. Диспетчерге хабарлаймыз, ауысым бастығына хабарлаймыз, содан соң БУМАС бастығына хабарлаймыз, механикке, тиісті службаның инженеріне, маманына хабарлаймыз. Өзіңізге жұмыс барысында ең жиі еске салып жүретін қағида қандай? Жауапкершілік, апаттық жағдайларды болдырмау және өз ісіне деген адалдық. Әріптестеріңіз сізді белсенді өмір салтын ұстанатын жан ретінде жақсы таниды. Қандай спорт түрлері жаныңызға жақын? Жүгіру, бокс, өзіме ұнайтын спорттың түрлері. Қалалық, облыстық марафондарға қатысып тұрамын. Жалпы спорт өзіме ұнайды. Спортпен шұғылданған өте жақсы. Спорт денсаулық кепілі. Жауапкершілік жұмыста ғана емес, адамның өмір салтынан да көрінеді. Азибай Бектібаев өндірісте әр шешімге мұқият қарайды, ал бос уақытында өзін спорт арқылы шыңдайды. Осындай қарапайым қағидалар жылдар өте келе мықты маманның да, мықты адамның да болмысын қалыптастырады.